маңызды нәрсе ол клиникасы мен және ЭКГ-дағы белгілері. Миокардты қанмен қамтамасыз ету жолын анықтауымыздарда кездесетін болса, онда ол инфаркттың белгісі болып табылады. Біз пациентке 2 еселік антиагрегант. Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог диагноз дәрігер. Бүгін сіздерге инфаркт миокарданы қалай анықтаймыз, яғни диагностикасы мен емін айтатын боламын. Видеоларымда инфаркттың симптомдарын, патогенезін, соған алып келетін факторларды айтқан болатынмын. Миокард инфарктын диагностикалауда ең маңызды нәрсе ол клиникасы мен және ЭКГ-дағы белгілері. Сонымен қатар тропонин тест тапсырып, онымен де анықтауға болады. Бірінші науқаста клиникасы болып, ауру сезімі 20 минуттан жоғары болып жатса, дереу жедел жәрдем шақырамыз. Жедел жәрдем шақырамыз, егер поликлиникада болса, дереу алғашқы көмек жүргізуді бастаймыз. Бірінші ЭКГ түсіруіміз керек. ЭКГ-да қаншалықты ST сегментінің көтерілуі бар. 2 және одан да көп ЭКГ-дағы жолақтарда кездесетін болса, онда ол инфаркттың белгісі болып табылады. Оның локализациясына байланысты әр жерде орналасады. Сондықтан оған миокард инфарктындағы ЭКГ тақырыбында толыққанды қозғайтын боламын. Сонымен қатар тропонин тест. Тропонин I дегеніміз ол миокард инфарктының спецификалық маркері. Бұл арнайы белок, яғни осы миокардтың тіндерінің ыдырағанын көрсетеді. Тропонин I алғашқы 3-4 сағаттан бастап жоғарылай бастайды. 10-15 тәулікке дейін болады. Одан кейін қалпына келеді. Тропонин тест қандай жағдайларда алынады? Клиникалық белгісі бар, ЭКГ-да өзгеріс бар болып жатса, дереу тропонин тест тапсыру керек болады. Сонымен қатар, егер клиникасы бола тұра, бірақ ЭКГ қалыпты жағдай көрсеткенде де тапсырып, инфаркт бар ма жоқ па анықтауға болады. Өйткені ЭКГ-да кейбір жағдайларда көрсетпей қалуы мүмкін. Бірінші алғашқы көмекті бірінші науқаспен контакт жасағаннан кейін, ауру сезімі бар болғанын анықтағаннан кейін, ЭКГ түсіргеннен кейін, оны ЭКГ положительный ST сегментінің жоғарылауымен анықталғаннан кейін, мүмкіндік болса тропонин тест тапсырамыз. Мүмкіндік болмаған жағдайда дереу 103-ке хабарласып, жедел жәрдем шақырамыз. Жедел жәрдем шақырғаннан кейін біз пациентке 2 еселік антиагрегантты терапия тағайындап, дереу беру керек болады. Ол аспирин және тикогрелол немесе клопидогрелді береміз. Осы 2 еселік антиагреганттық терапия ол қан сұйылтатын әсермен қан сұйылтуды бастайды. Қатты жүрек ауырған кезде нитроглицеринді берген жағдайда инфарктта нитроглицерин ешқандай көмектеспейді. 2 рет нитроглицеринді тілдің астына қойып, әр 5-10 минут сайын қойып тексеруге болады, бірақ инфаркт кезінде нитроглицерин көмектеспейді. Соны білгендеріңіз дұрыс. Және бұл жерде қолымызда бар мүмкіндікті пайдаланып, сол препараттарды бергеннен кейін жедел жәрдем келіп жатса, жедел жәрдем ауру сезімін басатын дәрілер. Бұл жерде жедел жәрдем бригадасы келіп, бұл кезде қайтадан ЭКГ түсіріп, морфинді салады, ЭКГ-ны подтверждать етіп. Морфин ол ауру сезімін басатын наркотикалық аналгетик болып табылады. Сонымен қатар дереу миокардты қанмен қамтамасыз ету жолын анықтауымыз керек. Оның 2 жолы бар. Бірінші ол ангиопластика, екіншісі тромболизисный терапия. Яғни тромболизисный терапия тромбты ерітетін препараттар. Ал ангиопластика ол
коронарогангиография кіреді оған, стентирование және аорта коронарный шунтирование. Осылардың арқасында біз қан тамырды бітелген, тромбпен бітелген қан тамырды уақытылы дер кезінде емдік шарасын жүргізіп, науқасты құтқарып қала аламыз. Енді бұл ангиопластика мен тромболизин терапияның өзінің уақыты бар. Аурумен контакт жасаған уақыттан бастап 120 минут, яғни 2 сағатқа дейінгі аралықта мүмкіндік, егер сол аралықта біз жедел жәрдеммен үлкен кардиоцентрлерге, ауылда болсын, қалада болсын, кардиоцентрлерге жеткізіп үлгеретін болсақ, ангиопластика жасайтын ангиографы бар, яғни аорта коронарный шунтирование жасауға мүмкіндігі бар кардиоцентрлерге жеткізіп үлгерсек, 120 минутқа дейін онда бірден коронарография жасап, ал егер 120 минуттан асып кеткен жағдайда ангиопластик терапияны бастаймыз. 120 минуттан асқан жағдайда тромболизистік терапия жасаймыз. Ол арнайы препараттар, тромбты ерітетін препараттар құямыз. Альтеплаза, телектоплаза деген сияқты препараттарды құятын боламыз. Бұл препараттар кез келген адамға қолдануға болмайды. Қан кетіп қалу қаупінен сақтануымыз керек және оның қарсы көрсетілімдерін білуіміз керек. Қарсы көрсетілімдер соңғы 6 айдың ішінде ойық жарамен ауырған пациенттерге болмайды. Бұрын инсульт алған пациент болса болмайды. Бас сүйек жарақаты бар болса да болмайды. Қан қысымы өте жоғары болуы, 200 мм сынап бағанасынан жоғары болса, ондай жағдайда да болмайды. Ауыр бауыр жетіспеушілігінде болмайды. Және соңғы 10 күннің ішінде хирургиялық операциясы болған болса, ол пациентке де болмайды. Және салыстырмалы қарсы көрсетілімі ол 75 жастан жоғары науқастарға тромболизистік терапия қарсы көрсетілім болып табылады. Негізгі алтын стандарты болып есептелетін коронарогангиография мүмкіндік болып науқасты коронарогангиографияға жеткізетін болсақ, сол жерде біз науқасты ертерек өмірін сақтап қалуға мүмкіндік бар. Сондықтан коронарогангиографияға байланысты мен арнайы бір видео түсіргенмін, соны көрсеңіздер болады. Коронарографияға байланысты видеоның толық нұсқасын видеоның үстіне тастап кетемін, көріңіздер ссылкасымен. Менің ақпаратым сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Осылай қарапайым тілде түсіндірдім. Мен оқырмандарым көбісі қарапайым кісілер, көбінде өзімнің науқастарым, сондықтан түсінікті деген үміттемін. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Менің парақшама тіркелмесеңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.